сұхбатымыздың әлқиссасын бүгінгі тақырыптың өзі айтып тұрғандай отбасы күні деп айтып тұрмыз. Енді бірінші сауал, отбасы деген сөзді қалай түсінесіздер? Енді отбасы дегеніміз енді отан отбасынан басталады негізі. Отбасы тәрбиелі болу керек. Бұл кішкене ғана бір шағын мемлекет қой енді отбасы деген. Бұл енді ең бірінші тәртіп. 7 балаға қолымыз жетіп отыр. Оның ішінде үлкен қызымыз Фронтауда отбасылы, 4 баласы бар. Отбасымен тұрып жатыр. Өзінің кәсібін дамытып, Кәусар шағын кәсібімен айналысып жатыр. Одан кейінгі ұлымыз бар, Нұркен деген. Ол қазіргі таңда өзіміздің қолымызда. Келініміз бар, 3 немереміз бар. Аллаға шүкіршілік етемін, осындай балалар беріп, адал келін бергеніне. Барлық неге бейімді, қандай несін айтсаң да, өзгереді да, сабақты да жақсы оқиды. Сабақтан келіп бірінші сабағын оқып алмай, ол ешқайда шықпайды. Сондықтан шуламағын. Бармын ғой, тұрмын ғой қасындамын. Өлмеймін өзіндей асылдаймын. Таусылып өз-өзіне шашылмағын. Байырғы берекеті қашылмағын. Облыстық деңгейде осы сіздің отбасыңыз дипломмен анықтама қағазымен марапатталған болды. Құттықтап қояйын. Қуаныштымыз. Енді менің білетінім осы 2020 жылы осы Ақтөбе төрінде сіздің отбасыларыңыз Амангелді ағамыз бар, Жангелді ағамыз бар, әжеміз бар. Осы менің отбасы диплом марапатталған, содан бастау алған бұл байқау. Енді кешегі Ақтөбе төрінде марапатталдыңыздар. Қуаныштымыз. Енді осы сұрақ туындап тұр. Осы Мерейлі отбасына байқауында қалай ұсыныс түсті? Жалпы қалай дайындаладыңыздар? Енді бұл Мерейлі отбасына бұл істе ауылдық округінің ұсыныс түсті. Содан кейін отбасымен оған дайындалып, қазір онлайн дейді, соны бүкіл нелерімізді дайындап, халық жетістіктерімізді көрсетіп, тек қана бітірген болған. Бұнда қарай азамат болсын. Соны ұстанамыз. Жақсы. Алматпен алға отырсаңыз, енді әдет құрып енді қырық үйден жүзеуге енді ғұрыптар көп қой, соған бір толықтырып өтсеңіз. Енді отбасымызда ең бірінші дастархан басынан басталады ғой. Отбасы болғасын, ол жерде үлкен өз ретіменен үлкендер отырып, одан кейін кішілер отырып, біріне-бірі ілтипат көрсетіп, кестесін алып беру деген сияқты, соның барлығы әдет ғұрып жатады деп ойлаймын. Оның қасында бір жағында енді жаңа айтып өтті, қолымызға келін алып отырмыз, үлкен ас ішеміз, немесе тағы басқа да дастархан басында шай құю, өзінің әрқайсысының орны болады. Сол орныменен сәлемет табақ алуға, сондай әдет ғұрыптарды сақтаймыз. Балалар дастархан басында сөйлемеу, тағы да басқа. Көрген білгенімізді айтамыз ғой, өзіміздік керек ең біріншіден. Балаға айтамыз ғой, қазақ айтады ғой, ұядан не көрсең, ұшқанда соны естің дейді. Немесе жаңа балаларға әкелген оқжылар деген сияқты мақалдардай тәрбие береміз. Күндерде өткіздік 90-шы жылдары отбасы құрылып дедік қой. Енді отбасының ұстап, сақтап қалу үшін шыдамдылық керек, біріне-бірі сыйластық керек, әрі қарата төзімділік керек.
қандай қиын күндер болса да бірін бірі төзіп, біріне бірі көңіл өтсе, әрі қарай отбасы сақталады деген ойдамын енді. Неге мақсатымыз болмайды? Қараудан шыққан кішкентай 15 кеден шығып, 100 отбасынан іріктеліп шығу, ол кішкене редко. Сондықтан сіздерге мына еңбегіңізді елеп, үкімет осы Әділқазыда сіздерді бағалап, халықтың алдына осындай мерейлі отбасы бар екенін ортамызға шығарғанына рахмет айтқым келеді. Еліміз қай уақытта тыныш, осылай шындық болатыны, осындай жарыстарда, осындай байқауларда шындық болып, шындық баға беріп, осындай беріп жатса, еліміз көркейіп, осы еліміз күшейеді. Сондықтан осы келе жатырмыз, дамып келе жатырмыз күнінге еліміз. Сондықтан еліміз тыныш болсын, отанымыз аман болсын. Құрметті көрермендер, сіздердің отбасы күнімен барлығын да құттықтаймыз. Осындай жетістікке жете беріңіздер. Үй іштерің аман, отбасыларың аман. Бақытты, ұзақ өмір кешіңіздер. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Құрметті көпшілік